Өткен жолы Қанағат Мұстафиннің 16 қыз фильмі наурыз айының 3 күні жарық көреді деген едік. Бақ өкілдеріне арналған көрсетілім одан бір күн бұрын өтті. Құрметті Айжан мен Бауыржан, некелеріңізді заңды түрде тіркемес бұрын, осы ортақ шешім өз еркіңізбен, өз жүрек қалауыңызбен жасалған шынайы шешім екендігін тағы бір мәрте растауларыңызды сұраймын. 2014 жылы түсірілген фильм жоспар бойынша 2015 жылы жарыққа шығуы тиіс еді. Алайда кешікті. Оны режиссер былай түсіндірді. 2015 жылы прокатқа шығуымыз керек болатын, бірақ сол таңда киномыз 3,5 сағат болып тұрды, монтажның версиясы. Оны 2 сағатқа дейін қысқарттық. Содан кейін жаңағы 1,5 сағатқа қысқартуға Айдархан екеуміз, продюсер екеуміз шештік. Ал толық 3 сағаттық нұсқасын режиссер сақтап, алдағы уақытта оны да халыққа ұсынамын деп отыр. Ол нұсқасы бар. Ол нұсқасын бұйырса біздің киномыз жаңағы көрерменнің көңілінен шығып, ұнап жатса, оны 4 сериялық телехикая жасап жүруге біз дайынбыз. Аталмыш фильмде театр тарландарымен қатар КВН жұлдыздары да төбе көрсетті. Ал басты рөл Ануар Нұрпейісов, Аша Матай және де Берік Айтжановқа бұйырды. Айтжанов түрлі киноларда ойнағанымен мұндай комедиялық жанрда алғаш рет байқалып отыр. Комедия жанры өте бір күрделі жанр. Бұған бір асырып сілтеп ойнап жіберсең, бірден көрініп қалады көзге. Бір шарықтау шегіне жете алмай қалсаң, ол да көрінеді. Бұл жақта бір алтын бір ортаны ұстау керек. Сол алтын ортаны Берік ұстай алады ма? Оны сіздер фильмге барған кезде байқайтын боласыз. Айтпақшы, онда Айтжанов Аша Матаймен сүйіседі. Оның қалай болғанын актер айтып та берді. Поцелуй дался очень быстро. То есть сам процесс прошел довольно быстро, там 2-3 дубля было. Естеріңізге сала кетсек, фильм КСРО-ның халық әртісі Шәкен Аймановтың туғанына 100 жыл толған кезде түсірілді. Сол себепті кино Шәкен атамыздың туған жерінде Баянауылда таспаланды.